Қайырлы күн, қош келдіңіздер Әсем Букет парақшасына. Есімім Әсем Абдыханқызы. Фуд-флористикамен айналысып жүргеніме 1,5 жыл болды. Өзімнің основной парақшам Инстаграмда. Инстаграмға кіріп көрем десеңіз, осы Әсем Букет деп жазсаңыз, кіріп көре аласыз. Астына ссылка қоюға тырысамын. Қазіргі таңда мен мужской букет жасап жатырмын. Мужской букет клубника шоколадты. Өзім таңдайтыным только клубника шоколадқа бельгийский шоколадты ғана таңдаймын. Бельгийский шоколадта жоқ болған жағдайда ғана мен икамды аламын. Основном бельгийский шоколадпен жасалынады. Арзан шоколадты мен ешқашан кеңес бермеймін. Сикао, басқа да шоколадтарды, Томер бар ма, олардың бәрін мен ешқайсысын кеңес бермеймін. Оларды мен өзім испытать етіп көргенмін. Кейбірінің чересчур татты, клиенттер өзі мынау бельгийскийға көбісі үйренген. Так что клиенттерді алдаймын, кішкене ақша табамын десеңіз, дұрыс емес ол. Дұрыс емес, так что бельгийский шоколадты ертең келе жатыр ғой, мейрамдарда. Мен мынаны әдейі үйде жасап жатырмын. Сіздерге үйде домашний условияда жасауға болатын көрсетейін деп. Банканы қоясыз, жаңағы шоколад темперировать етіп аласыз, микроволновкаға клубника матырып, осылай әдемілеп өзіңіз дизайн жасап шығарып саласыз, шығарып бересіз. Күйеуіңіз енді рахмет айтпаса, білмеймін енді. 200 граммда магазинде сатылады. Бельгийский шоколад көп алудың қажеті жоқ. Осылай букет жасап берсеңіз де маз болып қалады ғой жолдасыңыз. Қазіргі клубникалар сочный, жақсы піскен, майға дейін клубникалар бізде жақсы болады. Заказ берсеңіздер болады. Лайк, подписка жасасаңыздар, комментарий жазсаңыздар, мен сіздерге полный мастер-класс бесплатно шығарып